Әр қазағын білуі керек, батыр қырғыз манаптары орыстарға сатылып кеткені кейін, хан Кенесарының басын алып Қапалаягөз арқылы Омбыға жеткізгені белгілі болады. Бұл жайсыз хабарды естіген Тәнеке батыр Кенесары ханның кегін алуға ант су ішіп Жетісу жерінен 2000 қол жинап Қырғыз жеріне аттанады. Қырғыз манаптарын шапқан Тәнеке батыр тірі қалғандарын құлдыққа айдайды. Дөсетұлы Тәнеке батыр 1807-1885 300-дің намысы үшін жекпе-жекте қалмақтың батырын 18 жасында жеңген. Табын барақ сатып алдылы батыр 1743-1840. Ботакөз Есет батыр Көкұлының қызы, батырлығымен, батылдығымен аты аңызға айналған қаһарман қазақ қызы. Есет Көкұлының Ақшал деген ұлы жоңғар шапқыншылығында жоғалып кетіп, кейбір деректер қаза тауып, оның жалғыз қызы Ботагөз шамамен 1669-1757 бауыры үшін жоңғарларға қатты кектенген. Мұны профессор Төреғали Қаратаевтың ғылыми зерттеулері де растайды. Ол да Ботагөзді тама Есет батырдың жалғыз қызы деп тарихи шығармаларында атап тұрып көрсетеді. Тарихи деректер бойынша 1742 жылы Есет батыр Әбілқайыр ханның шақыруымен Орынборға жол жүреді. Соны біліп қалған жоңғарлар түн қараңғылығында ауылдың жылқысын дүркіретіп айдап кету үшін шабуыл жасайды. Олардан жылқыны тартып алмақ болған қуғыншыларды жоңғарлар тегіс қырып тастайды. Бір сұмдықты жүрегі сезген Ботагөз жалма жан ер адамның киімін, жеңіл көзе сауытын киіп, қолына қару алып, 150 сарбазбен шапқыншыларға қарсы шабады. Жоңғар қалмақтары жолындағы қазақ ауылын тонап, қыз-келіншектерін көгендеп, алдарына үйір жылқыны салып, өз елдеріне қарай кеткелі жатыр екен. Оларға қара бура деп ұрандатқан жас батыр қарулы жасағымен тап береді. Қалмақтардың қолбасшысы Қонды деген тайшы екен. Қазақ жасақтары оны жан жағынан қоршап, өлтірмек болғанында, олардың бір бүйірінен күрең атын ойнақтатып шыға келген бір жас батыр қолындағы бұғалығын қонтайшының мойнына салып келіп жіберіп, оны астындағы дәу торысының үстінен жұлып алады. Және сол шапқанынан қонтайшыны сүйреткен қалпы жаудың шебін бұзып өтіп, өз жасағына келіп қосылады. Қолбасшысының жер құшқанын көрген қалмақтар тым тырақай қашып, көбісі садақ оғына ұшады. Бұл күрең атты жас қазақ батыры тама Есет Тарханның жалғыз қызы Ботагөз сұлу екен. Қалмақ қонтайшысы қазақ қызынан жеңіліп, тұтқыны болғанына қатты намыстанып, қорланады. Қазір Ақтөбенің облыстық мұражайында Ботагөз Есет қызының осы ерлігін растайтын құнды тарихи құжаттар да бар.